Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Таян Нұрпейісов, Test.me каналы. Бүгін ұбт-ға математикадан дайындалу барысында біз теңдеу жүйелерін құрастыруға арналған есептерді шығарамыз. Оның ішінде сандарға байланысты есептер. Алдыңғы сабақта біз құйма мен қоспаларға байланысты есеп қарастырамыз. Енді сандарға байланысты есептер ұбт-да жиі келеді. Сол үшін осы есептерді де қарастырайық. Есептің берілгені видеоның астында жазылған. Есептің шешуіне көшейік. Екі сан берілген. 2 еселенген бірінші санның және 3 еселенген екінші санның қосындысы 23-ке тең. Ал 4 еселенген екінші сан 3 еселенген бірінші саннан 8-ге үлкен. Осы сандарды табыңыз. Яғни, бізге есептің берілгені бойынша екі санды табу керек. Оның біріншісін x деп белгілейік, екіншісін y деп белгілейік. X дегеніміз бірінші сан, y дегеніміз екінші сан. Яғни, есептің берілгені бойынша 2 еселенген бірінші сан. 2-ні біз көбейтеміз x-ға. X-ті 2 еселейміз. Және де 3 еселенген екінші сан. Олардың қосындысы 23-ке тең. Келесі. 4 еселенген екінші сан. 4 еселенген екінші сан. 3 еселенген екінші саннан 3 еселенген бірінші саннан кешіріңіз. 3 еселенген бірінші саннан 8-ге үлкен. Ол не дегеніміз? Яғни 4 еселенген екінші сан y. 3 еселенген бірінші саннан үлкен. Демек, біз 3 еселенген бірінші санға 8 қоссақ, онда екеуі тең болады. Яғни біз мынандай екі теңдеуден тұратын теңдеу жүйесін құрастырдық. Айнымалылар саны бізде екеу, x пен y, және теңдеу саны екеу. Яғни осы теңдеу жүйесін шығаруға болады деген сөз. Осы шығаруға кірісейік. Бірінші теңдеуден біз бір айнымалыны анықтайық. Мысал, x. 2x тең болады 23 алынған 3y. 3y-ті біз теңдеудің оң жағына ауыстырдық. Осыдан x-ті табайық. X тең болады 23 алынған 3y бөлінген 2-ге. Яғни мына жақта біз теңдеудің оң жағын 2-ке бөлдік, сол жағын 2-ке бөлдік, және оң жағын 2-ке бөлдік деген сөз. Біздің енді x-іміз анықталған, ол y-ке тәуелді. Яғни екінші теңдеуге x-тің орнына осы теңдеуді қояйық. X-тің осы мәнін қояйық. 4y тең болады 3 көбейтілген 23 минус 3y бөлінген 2. Қосылған 8. Осы теңдеуден біз y-тің мәнін табайық. Алдымен бөліміндегі 2-ден құтылу үшін теңдеудің екі жағын 2-ке көбейтейік. Яғни 4y-ті біз 2-ке көбейтсек 8y болады. 2-ке көбейтсе ереже бойынша осы 2 жақшаның ішіндегі әрбір санға үлестіріп беріледі. Яғни 2 көбейтілген 3 көбейтілген 23 алынған 3y бөлінген 2. 2-ке біз мына көбейтсек, онда мынау 2-мен бірге олар қысқарады. Яғни 3y бөлінген 23 минус 3y деген қалады. 2-ні біз 8-ге көбейтсек 16 болады. Енді осы жақшаны ашайық. Теңдеудің сол жағы 8-ге көп қала береді.
оң жағында 3-ті 23-ке көбейтсек 69. Одан 3y-ті 3-ке көбейтсек 9y минуспен болады. Қосылған 16. Ал енді y-тің мәнін білу үшін белгісіздерді y-ге байланысты теңдеудің сол жағына, ал сандарды оң жағына жинайық. Яғни, осы жақтан біз 9y-ті теңдеудің сол жағына көшіру керекпіз. Көшірген кезде 9-ның алдында тұрған таңба кері таңбаға ауысады, яғни қосу болады. 8y қосу 9y 17y болады. Ал 69 қосу 16 бізде 85 болады. 17y кешіңіз. Яғни, y табу үшін теңдеудің екі жағын 17-ге бөлейік. 17 бөлінген 17 нақты 1 қалады, коэффициент. Яғни, y тең болады 85 бөлінген 17. 85-ті 17-ге бөлсек, енді ауызша бөлген кезде бұрышта бөлмей қояқ, 5 болады. Яғни, біз y-тің мәнін таптық, 5 болатынын. Y-тің мәнін біліп, осы 5 мәнін, біз x-тің y-ге байланысты формулаға қояйық. Сол кезде біз x-тің мәнін табамыз. X тең болады 23, алынған 3 көбейтілген y. Y-ті орнына бізде 5 саны. Бөлінген 2. Ол тең болады 23 алынған 3 көбейту 15, 3 көбейту 5 тең болады 15. 23 минус 15 тең болады 8. 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. Яғни, жауабы бірінші сан 4-ке тең, екінші сан 5-ке тең. Алдыңғы сабақта айтқандай, белгілеген кезде абайлап белгіленіз, себебі А жауабы мысалы 4-те 5 болса, Б жауабы 5-те 4 болса, олар бірдей жауап емес. Себебі бірінші сан бізде x, яғни ол 4-ке тең. Яғни бірінші сан сол 4 болады. Сіздермен бірге болған Тайыр Нұрпейісов, ұбт-ға дайындық. Сау саламатта болыңыздар.